Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Касенова Айгүл Туракановна. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуалды қалыптастырып алайық. Қайырлы күн, күнім, далам, орманым, қайырлы күн, гүлім, құсым, көлдерім, қайырлы күн, өсімдіктер, жәндіктер, қайырлы күн, барша тіршілік иесі. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жаты септік. Сабақтың мақсаты жаты септіктің жалғаулары мен танысу. Сөйлемнен жаты септіктегі жалғаулы сөздерді табу. Бәріміз назарымызды аударып, кел талқылайық әдісі бойынша сөздерді байланыстырып оқиық. Тапсырманы төмендегі дескриптор арқылы орындаңдар. Тапсырмаларыңды тексеріп көрейік. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп. Тырна көкте, тұяқ жерде. Бұл сөйлемдегі сөздерді байланыстыру үшін не істедіңдер? Әрине жалғау жалғадық. Қандай жалғау жалғадық? Да, де, та, те. Бұл жалғаулар қай септіктің жалғауы екенін анықтап көрейік. Тапсырмаларыңды түсті жапырақтар әдісі бойынша өздеріңді бағалап көріңдер. Тапсырмаларың толық орындалған болса, жасыл түсті жапырақты таңдайсыңдар. Тапсырмаларында 1-2 қате кеткен болса, сары түсті жапырақты таңдайсыңдар. Тапсырмаларында көп қате кеткен болса, қызыл түсті жапырақты таңдайсыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Жаты сөзін жатыр деп өзгертуге болады. Қайда жатыр, кімде жатыр, неде жатыр? Жалғаулары да, де, та, те. Жаты септігінің сұрақтары кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жаты септігі атау септігіндегі сөзге да, де, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жаты септік жалғаулары деп атайды. Балалар, осы ережені жаттап есте сақтаймыз. Қара, оқы, жаз, тап әдісі бойынша жаты септіктегі сөздерді тауып, астын сызып, сұрақ қояйық. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ерлік білекте емес, жүректе. Тапсырманы төмендегі дескриптор арқылы орындауға болады. Жаты септігіндегі сөздерді табайық. Қайда, ұяда, қайда, білекте, қайда, жүректе. Жарайсыңдар, балалар. Өздеріңді түсті жапырақтар әдісі бойынша бағалап көріңдер. Кім тапқыр ойыны бойынша жұмбақтың шешуін тауып, шешуіндегі сөзді септеңдер. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тонады. Ол не? Тапсырманы төмендегі дескриптор арқылы орындаңдар. Өздеріңді тексеріп көріңдер. Жұмбақтың шешуі қар. Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді септегендеріңді тексеріп көріңдер. Атау септі қар, ілік септі қардың, бары септі қарға, табы септі қарды, жаты септі қарда. Жарайсыңдар, балалар. Енді өздеріңді түсті жапырақ әдісі бойынша бағалап көріңдер. Үйге тапсырма. 29 беттегі 58 жаттығуды орындайсыңдар. Мәтінді көшіріп жазып, мәтінге ат қоясыңдар. Жаты септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтаңдар.
Ақылды үкі бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз. Жаты септігінің сұрағын, жалғауын түсінсеңдер, бірінші үкіні таңдайсыңдар. Аздап түсінсеңдер, екінші үкіні таңдайсыңдар. Сабақты түсінбеген болсаңдар, түсінбедім үкісін таңдайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа өте белсене қатыстыңдар. Рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.